Саламатсыздар ма? Сіздер NoFake жобасын көріп отырсыздар. Мынау конституциямыздың жаңа жобасына қатысты әлі де адамдар мынау қоғамда, әлеуметтік желіде түсінбей жатқан мәселелер, сұрақтар бар. Дәл сол жұртты ерекше қызықтырған баптарды, сұрақтарды бүгін біз Еуразия ұлттық университетінің профессоры, заң ғылымдарының докторы Ермек Баяхметұлымен талқылаймыз. Ермек Баяхметұлы, қош келдіңіз студиямызға. Саламатсыздар ма? Ермек Баяхметұлы, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, сіздің докторлық жұмысыңыздың өзі дәл осы заңды, конституцияны түсіндіруге арналған екен. Онда сіз дәл сол дұрыс тапқан екенбіз деген ғой. Үлкен монография жазылды кезінде, заңға түсіндірме беру, оның ішінде процедурасы, оның ішінде тәжірибесі қалай, оның теориясы қандай, жолы қалай болады. Әрине, конституция деген ол заң бір жағынан, екінші жағынан ол ерекше заң. Ол басқа заңдардан бөлек. Оның ішінде көбінесе қысқа жазылады, нұсқа болады. Оның ішінде әрі пафоста болады. Біздің ел деп көрсетеді ғой, басқа мемлекеттерде де көрсетеді. Осындай конституцияны қабылдап жатырмыз, не себеппен деп пафоспен айтылады. Ол өте дұрыс. Сол үшін конституцияға түсіндірме беру әрине ол әркімнің қолынан келмейді. Оның ішінде заңгерлер болады, оның ішінде жақсы заңгер болу керек. Мысалы, Конституциялық сот бізде ресми түсіндірме береді конституцияға. Оған жүгінетін президент жүгінеді, депутаттар жүгінуі мүмкін, премьер-министр, ол өзінің субъектілер көрсетілген, солар сұрайтын конституция қандай мағынаны беріп тұр. Президенттің өзі тіпті жүгінуі мүмкін ғой. Президенттің өзі жүгінеді. Мына норма нені білдіреді? Оның мағынасы қайда жатыр? Өйткені әркім әртүрлі түсінеді деп. Ол біз деген емес. Әр жерде оның конституцияның өзінің табиғаты сондай. Өте қиын. Сол үшін кезінде заңға да осындай түсіндірме береді деп кезінде кейбір конституцияларда көрсетілген. Кім береді деп. Соны кейін көп елдерде оны парламент өзі заң шығарып, өзі түсіндірме берсе, онда баяғы заңды өзгертіп жіберуі мүмкін деп басқа орган берсін. Соттар өздері шешім қабылдағанда, соған өздері түсіндірме береді. Мысалы, мотивировка дейді, түсіндірме. Не себептен осы заңның мағынасы қандай деп түсіндіріп барып шешім шығарады. Сол сияқты мына конституцияға референдумда қабылдаса, немесе парламентте қабылданатын болса, оған конституциялық сот ресми түсін. Менің түсіндірме беруім ғалым ретінде, ал енді чиновниктер өздерінің ойларымен береді, ал енді нүкте қоятын ол конституциялық сот. Жоқ, осылай түсіну керек, осы норманы. Біздің жаңағы түрлі сұрақтар, әртүрлі баптарды қызу талқылау ол дұрыс қой, бірақ түсінбей, бұрмалап, фейктердің тарап жатқан сол түсінбегенімізден болып тұр ғой. Нормаға өмірдің әр жағдайын көрсетіп кетуге өте қиын. Сол үшін қысқа нұсқа жазылады, мысалы, Құранда да жазылады, Библияда да жазылады, ал оған түсіндірме беріп жатады. Түсіндірме. Қандай, не мағына беріп жатыр деп. Сол сияқты конституцияға да біз ресми түсіндірме беруіміз керек. Ал енді отырып оны заңмен ешқандай байланысы жоқ адам осылай болады дегені, ол оны басқа біреулер тыңдап отырса, менің ойымша дұрыс емес. Тек қана мамандарға сөз беру керек. Сол үшін үстелдің үстінде отырып конституция былай жазылған деген кейде ол адамдарды шатастыруы мүмкін. Басқа біреулер еріп кетеді, былай жазылған екен деп. Сол үшін менің ойымша осындай сұрақтар болса, мамандарға жүгіну керек, олардан сұрау керек. Ермек Баяхметұлы, енді конституцияның әрбір бабын жақсы түсінетін адамның бірі ретінде айтыңызшы, осы конституцияның жаңа жобасын жұрт қолдап, халқымыз қабылданса, не өзгереді, жағдайымыз жақсарып кете ме, азаматтардың өміріне тікелей қандай әсер етуі мүмкін? Бір жағынан ол былай түсінеді кейбіреулер, міне конституция бүгін шықты ма, ертең өміріміз не оянсақ конституция өзгерді. Конституция ол біздің осы
алдымызда тұрған мақсат, соны қойып жатырмыз. Өмірдің ағымы өзгеріп жатады, сол ағынмен біздің өміріміз, жоспарымыз да басқа болу керек. Әр адам мысалы жұмыс істеймін десе де, ертең оқуға түсем десе де, өзінің жоспарын құрады ғой. Не істеймін, болашақта не істеймін, осы жасқа келгенде осыны жасаймын деп, әрі жазба түрде болмаса да ойында сондай жоспар болады. Ал енді мынау мемлекет болғаннан кейін біз көп мақсаттар алдында қойылған конституция, қазір қолданыстағы жүрген конституцияда біз оны көп жеттік. Ал енді қазір өмір өзгеріп жатыр. Бір жағын ғана айтсақ, ол цифрландыру кезеңі келіп жатыр. Үлкен революция деп жатыр, 4-ші революция деп жатыр. Технологиялар өзгеріп жатыр. Конституцияда телеграф деген жазылған бар қазір. Телеграфмен қазір ондай сөзбен ешкім қолданбайды да, мысалы. Бір сөзбен айтсақ. Сол сияқты конституциядан әрине өмір өзгереді, өмір жақсарады. Бірақ та оны біз осы конституцияны қабылдап, жоспарымызды алып, оған сәйкес заңдарды шығаруымыз керек. Сонан кейін алдымызда жатқан көп мақсаттар, мысалы қазіргі көп осы күрделі жағдайлар болып жатыр. Ол көп энергия ресурстары азайып жатыр, азайып жатыр. Сол кезде біз мұнай, газ деген ол мәңгілікте болмайды ғой, ол бітеді. Сол үшін біз қазір ойлауымыз керек, қалай жасау керек. Мысалы, мемлекет қайсы салаға көп мән беру керек. Сонда адам капиталына беруіміз керек деп конституцияға қазір жазып қойды. Преамбуланың өзіне жазып қойды. Білім, инновация, ғылым, мәдениет деп соны көрсетті. Ол нені білдіреді? Біздің мемлекет бағытын өзгерту керек. Ертең болашағымыз бәрі білімде болады. Адамның капиталында бол, адамның капиталында. Қазба байлықта емес, адам капиталында. Бұрын солай болды. Бізде орысша айтатын нескончаемые, неиссякаемые ресурсы. Ресурстарымыз көп. Сатай берем, түк болмайды деп. Біз қазір айтамыз, су да азайып жатыр, ағаш та азайып жатыр, ауа да бұзылып жатыр. Сол үшін сол кезде ауаны қалай сақтауымыз керек. Сол үшін жасыл экономика деп конституцияға қоршаған орта дейміз, оны қалай біз сақтауымыз керек деген мән беру керек. Бұрын оған конституцияға сондай мәселелерге көп мән берілген жоқ. Цифрлық жағдайда адамның құқығы қалай қорғалу керек. Өйткені қалай көп алаяқтар пайда болды, жеке деректер. Мысалы, фотоларын алып алады, дауысын түсіріп алады, тағы да мына нөмірлеріне, удостоверение иін бәріне кіріп алады, соның бәрін қалай неместеу керек, қалай сақтау керек деп конституциядан бастауымыз керек. Конституцияда көрсетілуіміз керек. Соны шектеп мысалы, оған көп мән беріп, норма ретінде, императивті норма деген ол бұйрықты норма көрсетілсе, ол ертең заңда сол адамның құқығы мысалы қорғалу керек. Бір егерде немен алатын болсақ, оғымды ол Миранда ережесі. Мысалы, бізде де мысалы бар қазір немеде қылмыстық процессуалдық кодексте көрсетілген ол, былай. Оған айту керек. Ал бірақ та конституция ретінде деңгейінде көрсетілмеген бір, екіншіден конституцияда көрсетілгенген ертең мына заңда өзгеру мүмкін. Өйткені қазір заңда ол толық іске аспай жатыр. Қалай? Мысалы, полиция оған осында ескерту бермесе, онда сот өзі қарайды, қаншалықта адамның құқығы бұзылды деп баға беретін сот. Ал енді Миранда осы ережесі бойынша ешқандай баға сот бермеу керек. Егер де бұзылса, әрі дәлелдер жинап алады ғой, доказательство дейді орысша. Оның бәрі жоққа шығады. Жоққа шығу керек. Сол сияқты біз мына конституцияда көрсетілгеннен кейін ертең менің ойымша ол мына
қылмыстық процессуалдық кодекске де өзгеріс кіреді де, бізде тек қана айтылып кеткен, осылай бар деп айту керек деп. Ал енді оның қандай нәтижесі қандай болады? Нәтижесі сотқа не бермейді, бұзылды ма жоқ па деп, ол субъективті қой. Мен мысалы бір судья болсам, біреуге көмектескім келсе айтам, ешқандай бұзылып жатқан жоқ ол немесі деп. Егер де білетін болсақ, ертең судьяның алдында алдында мысалы допрос болып жатады, тергеу, сол кезде жасадым қылмыс деп бәрін айтып алады ғой, бітті, ол доказательство болады, не признаниясы бар, бәрі бар деп. Ол ертең, егер де сен ана ережені бұзсаң, ертең мынаның бәрі жоқ болады, керексіз болып қалады, заңның күшінен кетіп қалады. Сондайға әкеледі деп мен сенемін. Мысалы конституцияда соны дұрыс көрсетілген. Әрине ол адамның құқығын қорғайды, өмір түзеледі деп ойлаймын. Одан сайын ертең жауапкершілік көбейеді. Мына көп құқық қорғау органдары, егерде қазір мысалы әрине бұзбай жатқан шығар, бірақ та ондай заңды бұзып жатқанда кездеседі, оны естіп жатамыз, көріп жатамыз. Сол кезде олардың жауапкершілігі көбейеді, адам құқығын қорғауға ұмтылады. Бәрі адам, өйткені конституцияда, преамбуласында да басқа нормалар жазып кетті. Адам, оның өмірі, оның ең бірінші байлық, құндылық деп көрсетілген. Конституциядағы мына талапты, бапты да алдында кәдімгі үлкен кісілердің дұрыс түсіне алмай жатқанын мен көрдім да өз әлеуметтік желіде. Адам жасаған бір қылмыс үшін қайта жауапқа тартылмайды деген. Оқыдыңыз ба? Соны ол қалай? Сонда мысалы үшін мен ручка ұрладым, екінші рет ұрласам, мен сол үшін жауапқа тартылмаймын. Сен өткенде бір рет ұрлағасың, болды деген сияқты. Осылай түсініп жатыр. Дұрыс па? Жоқ. Енді адам мысалы құқық бұзды дейік, содан кейін жазасын алды дейік, содан кейін уақыт кеткеннен кейін қайтадан соны қарастырып, сол істі мысалы. Бір қылмыс үшін екі рет жазалауға болмайды. Екі рет қайтадан қарау керек, қайтадан істеу керек деп. Әрине, новые обстоятельства дейді, жаңа білмегені, мүмкін одан күшейту керек. Ал енді бір нәрсені адам білдірсе, екі рет оны жазалауға болмайды. Бір рет мысалы жұмыста выговор алды ма? Одан кейін екінші рет саған премия бермейміз. Жұмыстан шығарып жіберуге белгілі бір уақыт өткенде. Немесе келсің, сені жұмыстан шығарамыз. Ол бір мойнын алды ғой, бітті. Соны уақыттан кейін ол жабылу керек болды. Ол бұрынғы біздің заңдарда бар емес па бұндай? Енді бір конституция деңгейінде біз көрсеткен жоқпыз. Сол үшін болған кейін кейде ол орындалмайтын. Орындалып жатыр ма? Қазір әр адам бірден ол заңды іздеп жүре ме? Қылмыста, еңбек кодексінде жазылды ма жәнегі? Конституцияға айтады, конституцияда. Конституциямда жазылып тұр, мен екі рет жазалауға. Екі рет маған неге? Бір рет маған выговор беріңіз, енді екінші рет немеге жібермей жатсыз? Командировкаға жақсы. Мен как наказание деп қарауға болады. Бармайсыз. Өйткені сіз не осындай жасағасыз. Айтады, мен екі рет жазалап жатсыздар соған бір нәрсеге. Бұрынғы. Мен оған жазамды алғам. Маған бір сөгіс бердіңіз, бітті, сонымен тоқталсын. Конституцияда көрсетілген. Біз конституцияны жаңа жобасын қабылдауға асығып жатқан жоқпыз ба? Менің ойымша, қазір міне наурыз бізде. Осы конституцияның бастамасын президент қыркүйек айында айтып кетті өзінің жолдауында. Осылай парламенттік комиссия құрайық деп. Сонда менің ойымша, міне қыркүйектен бастасақ, қазан болады, қараша болады, желтоқсан болады, қаңтар дейік, ақпан дейік, 7 ай аз емес. Енді бір конституцияны 1-2 жыл әр мемлекетте көрген жоқпын. Кезінде біз 95 жылы конституцияны қабылдағанда қай айда, апрель айында ма, март айында таратылды. Ол кезде жоғарғы кеңес деген болды бізде. Таратылды, Кветковский деген немеге Конституциялық сотқа арыз беріп, неме дұрыс болмады деп, сайлау дұрыс болмады деп, соны парламентте таратып жеді ғой. Содан кейін сол айдан бастап референдум болды, бірінші президенттің немесін өкілеттілігін созу деген, сол болды. Содан кейін қарасаңыз, март, апрель, май, июнь, июль, августте уже қабылдады. 6 айда қабылдады. Қазірде 6-7 айда Конституция
осы бір комиссия, содан кейін ол конституциялық комиссияға айналды. Өйткені ең көп жұмысты мына парламенттік комиссия жұмыс жасады. Ол енді асығыс деп, біреулерге асығыс болып көрінсе, біреулер ойласа 2-3 жыл қарап отырмыз керек. Тағы да жұрт адамдарды мазалайтын мәселе конституциялық комиссияның мүшелеріне қатысты. Енді біз көбіне көзге көрініп әлеуметтік желіде отырады ғой бәрі, енді қолдарында телефон адамдардың. Көретіндер мысалы журналистер, блогерлер, жүргізушілер, бұлар қалай заң жазып жатыр, бұлар не жазды дейді. Сонда сіз, меніңше, сол бір санаулы бір белсенді адамдар ғана көрініп қалып жатыр да, енді ол комиссияның мүшесінде шынымен сол кісілермен шектеле ме? Мысалы, оның ар жағында мамандар бар ма? Өзіңіздер заңгерлер. Оны көп айтып жатыр ғой. Кезінде бірінші конституцияны 15 адам жазды дейді. 15 ағада оның бәрі заңгер болды. Мамандар мықты, абыройлы, сүйікті. Ал енді қазір ол кеңейтілді. Комиссия өте кеңейтілді. Оның ішінде тек қана заңгерлер емес. Енді оның енді ірге тасы деп айту керек заңгерлер. Оның ішінде мысалы Конституциялық соттың төрағасы, оның ішінде бірнеше судья кірді. Оның ішінде олар заң ғылымдарының докторлары. Оның ішінде Оңғарбаев деген доктор бар. Мысалы кандидат болса орынбасары Нұрмұханов Бақыт судья. Содан кейін қазіргі депутат Унзила Шапақ. Ол заң ғылымдарының докторлары. Марат Башимов заң ғылымының докторы деп айтамыз. Дүйсенов Еркін. Сол үшін мына докторлардың өзін алып шықсақ, ол 20-30 адам шығады. Ойлаңыз, оның үстіне мына конституцияға басқа салалардың адамлары да кірсін. Мысалы, тек қана заңгерлер отырмай, өйткені конституция реттейтін, ол мәдениетті де реттейді. Ол әлеуметтік жағдайды, экономика жағдайынан да, мәдениет десек, оның ішінде әртістер де болады. Соның, ал енді цифровизация кезінде блогер, оның бәрі. Сол үшін неғұрлым осы әлеуметтік топтардың өкілдері көп болсын деген ол жаман емес қой. Ал енді нағыз нормаларын жазатын, заң тілін білетін осындай термин бар. Язык закона дейді орысша. Ол өзінің немесі бар. Техника бар, заң шығару техникасы. Оны білетін заңгерлер, ал енді оған осы ақыл айтатын, өздерінің ойларын айтатын әр саланың мамандары. Оның ішінде философтар да болсын, тарихшылар да болсын кірді. Өйткені жақсы нормалар кіріп жатты ғой. Осы байырғы Қазақстан жерінде мысалы мыңдаған жыл мысалы осы орнатылып жатқанды көрсеткен деген оның тарихшылар жақсы біледі. Қанша бізде мемлекеттер болды қазақ жерінде. Оны тарихшылар мүмкін оны заңгерлер көп біле қоймайсың шығар, оны айтып. Мүмкін кезінде тек 91 жылы орнатып жатырмыз мемлекет дегенген, сөйтіп істей салды, қандай оның нәтижесі болады айтқан жоқ. Оның нәтижесінде Ресейден де басқа жақтан да айтып жатыр. Қазақстанда мемлекет болған жоқ, не? Тек қана 91-де пайда болды. Сол үшін сондай сөздер тарихшылар кірген жаман ба? Олар өздерінің ойларын айтып жатыр. Яғни бұл жерде проблема жаңа мысалы сіз атаған мамандар, профессорлар, заңгерлер, жаңа заңның тілін білетін, олар әлеуметтік желіге қайта шығып, мен осыны жазып жатырмын демеген үшін. Мүмкін сол үшін көп көрінбеген. Әйтпесе тікелей эфирде көрсетіп жатты ғой. Өзі мен өзім бірталай көріп жаттым. Албакирова сөйлеп жатты, Башимов Марат сөйлеп жатты, Нұрмұханов Бақыт, Шапақ. Олар бәрі заңгерлер, айтамыз, өзіміздің заңгерлер білетін адамдар өздерінің сөздерін айтып жатты. Ал қазір енді конституциялық соттың адамдар көп түсіндірмей бермей жатқан, олар енді қазір конституциялық соттың судьялары болғаны кейін қазір конституция туралы көп айтатын болса, мысалы, шешімге қалай әсер етеді, сол үшін олар көп немеге сөйлемейді. Бізге көбінесе мына қазір ғалымдар шығып жатыр. Олар енді
осындай шектеулер оларға болмайды. Иә. Өйткені олар енді осындай қызмет жасап жатқан жоқ, сот шешімдерін шығарып жатқан жоқ. Олар айта алады. Олар көп айтпағаннан кейін мүмкін сондай ой туып жатқан шығар. Мысалы, Эльвира ханым Азимова мүмкін көп шықпай жүрген шығар. Олардың өйткені өздерінің статустары бар. Адамдар мүмкін ойлайды, тек қана мына блогерлер, әртістер, немесе тағы да басқа мамандар деп. Құрылтайға келсек, құрылтайға, қазіргі мысалы жаңа конституцияның жобасы бойынша егер үміткер болу үшін, сайлауға түсу үшін міндетті түрде бір партияның мүшесі болуыңыз керек. Ал мысалы мен ешқандай партияның мүшесі емеспін, партияға кіргім де келмейді, сонда менің құқығым шектелмей ма? Мысалы дегенім ғой. Соны мен сияқты адамдар не істейді? Адамдар сөйтіп, әрине ол да қазір көп мемлекеттерде осы пропорционалдық жүйеге көшіп жатыр бәрі. Пропорционалдық жүйе дегеніміз мына партияның тізіміне кіресіз. Ал енді сіз айтасыз, мен егерде партияға болмасам қалай болмайын деп. Ал егерде сіз партияға болмасаңыз, қандай бізде үлкен әлеуметтік қоғам дейік, қоғам. Оның ішінде топтар бар. Мысалы, коммунистер бар дейік, либерал-демократтар бар дейік, жасылды байтақ дейік. Мысалы, ауылды қорғайтын бір партия бар дейік, тағы да. Егерде сіздің ойыңыз сонда қайсыған жатады сонда? Сонда ешқайсына жатпайтын болса, сонда партия құрыңыз. Сонда сіз сонда бір оригиналды бір неме ой таптыңыз ба? Егерде сіздің ойыңыз мына коммунистермен бірге болса, сол партияға кіріңіз, қолдаңыз. Сіз дауысты, мысалы, сіз тек жеке басыңызды ойламай, мына топтың мүддесін қалай қорғау керек деп, мен мысалы өзімді Аманат партиясынан 2005-тен бері, егерде менің ойым басқаша болса, неме істейтін болсам, мен айтатын едім, жоқ, маған мына байтақ ұнайды. Осы партияға мен кірем, осы партияны мен егерде 10 партияның ішіне кіретіндер, бір адам мүддені қорғау өте қиын қазір. Сіз өзіңіз айтасыз, мен бір келемде, сіз сонда бір жаңадан теория табасыз ба? Әлде тек қана менің атым бар, мен жақсы фигуристпін, не болмаса жақсы және спортсменмін, не болмаса әртіспін, сол үшін кірем десеңіз, мені бәрі таниды, сол үшін кірем. Ал енді сіз нені қорғайсыз сонда? Егерде сіз мәдениетті қорғайын бірдеңке десек, онда сол партия, үлкен партия, өйткені бір адам, орысша айтады ғой, один человек в поле не воин дейді. Сол сияқты неге партиямен бірігіп платформаларын қорғайды? Өйткені ол жаңғыз бір ой. Егерде біз мысалы бірнеше адам болып қосылып, өзіміздің ойымызды, соның ішімізден ең мықты адамдарды шығарып, осылар біздің мүдделімізді қорғайды деп, ана тізімге кіргізсек, мысалы. Сондай ой, ол өте дұрыс. Егерде бір кісі деген шеттен жүрген кісі албаттан мен депутат боламын дейді. Ал депутат не үшін боласың сонда? Нені? Сен оригиналды бір идея таптың ба? Кімді қорғайсың? Мына ауылда жүрген адамдарды қорғаймын. Онда ана партияға, ауыл партиясына кірде, маған ұнамайды дейді. А сен кірде өзгерт оның немесін, жұмысын. Әсер ет, сол партиясының съездеріне қатысыз, кір, өзінің немелерін қойда, сонан кейін сол партия мықты болып, платформасымен партияға кірсін. Егер сен жаңғыз кіріп, сонда не істейсің сен? Қолында не аппаратың жоқ, не штабың жоқ. Қазір реклама керек, өзінің жұмысын көрсету керек, жүру керек. Сонда, ал егерде идея жасаң, идея күшті жазда, қасыңа адамдар тап, жаңадан партия аш, сен айт мүмкін, бәпше бөлек. Өйткені мына пропорционалдық жүйенің ең жақсы. Мысалы, кезінде біз неге көштік пропорционалдыққа? Оның пропорционалдықтың жаман жағы бар, егерде оны дұрыс пайдаланбаса. Жақсы жағы неден? Мысалы, сіз, мен, бәріміз мажоритарлықпен шығамыз, бір мандаттықпен, партияға қарамастан, сіз бердіңіз, мен бердім,
тағы да Мұхтар Шаханов ағамыз бердік дейді, тағы да бір белгілі адамдар, мысалы Тоқтар Аубакиров дейді, Бибігүл апамыз кірсін, мысалы бірнеше адамдар кірдік. Бірақ та ойларымыз бәрі бір. Бәріміз осы, мысалы, социализмнен шықтық па, сол ойларымыз, иә. Ал енді басқа әлеуметтік жүйелердің бәрі қалды ғой онда. Біз кіріп алдық, әйтеуір атақты адамдармыз, мысалы, бізді білет, кірдік. Ал енді біздің платформамыз бір. Ал енді әлеуметтік жүйе үлкен ғой. Оның ішінде көп топта бар. Оның ішінде жасылдар бар, әлгі ауылда жүретіндер бар, коммунистер бар, өнеркәсіппен айналысатын адамдар бар. Мысалы, әйелдердің немелерін қорғайтын бөлек өздерінің гендерлік саясат деген, мысалы, партия құрса, иә. Солар көп болса, олардың бәрі сонда мүддесі қалай қорғалады? Ал енді осы идея, ол әрі әлеуметтік топтың ойы парламентке жетіп, халыққа жетсін деген. Мысалы, бір адам болса да, қандай әлеуметтік бар, қалай қорғау керек. Сол үшін ең алдымен, менің ойымша, енді дұрыс болса, менің қалай жасау керек? Партия құру жеңілдету. Жеңілдету. Сондай көп шектеу, регистрация жағынан бізде көп қазір жеңілдіктер болып жатыр. Сонда, егер де сондай жеңілдік болса, бізде партиялар, сонда жаңғыз болмайсыз. Кіргіңіз келсе, жаңғыз отырмайсыз. Қаражат керек сізге, ақша керек, взнос төлейді, тағы да айтасыз да, содан кейін сізге адамдар қосылады. Содан кейін сіз бір кішкентай топ болып, мүмкін бірдеңкені қорғайсыз. Сонда ойыңыз туады. Социал-демократ дейді, мысалы. Жаңағы құрылтай ертең, мысалы, негізгі заңның инициатива бұл үкіметтен болады, көп жағдайда, иә, депутаттардан да, парламенттен де болады, әрине. Вот, например, заңда, иә, үкімет дайындап әкелді, құрылтай ертең қараса да, бірақ қайтадан үкімет қол қою керек. Осы жерде енді адамдар бұны былай түсініп жатыр. Құрылтайдың құзыреті, күші әлсірейді. Ол ана үкіметке тәуелді болып қалады. Ол қол қоймай қайтарып жіберсе, бұлар жаңағы жіберген заңды. Егер де заң қабылданбаса, әрине ол қалай қол қояды? Егер де құрылтай заңды қабылдаса, оның күші әлсіремейді, ол құрылтай қабылдады. Ал енді қолды қоюды премьер, өйткені бастаманы премьер-министр, мысалы, жасайды көбінесе, инициатива жасайды, осылай заң қабылдайық, экономиканы осылай жақсартуымыз керек, осылай істеуіміз керек деп. Әрине, олар көбінесе бастаманы үкімет жасайды. Содан кейін қол қойып, құрылтайдың төрағасы екеуі, мысалы, қойып, ең алдымен ол жауапкершілік деп жазған, жауапкершілік береді. Конституцияға сәйкес па, жоқ па, соған олар көп назар аудару керек. Заңның сапасы өте жақсы. Ертең, мысалы, президентке келеді, президент қол қойған кейін заң шығып кетеді. Президент, оны қандай маңызы бар осы қол қою? Өйткені олар заң шығарғанда әр процедурасын дұрыс өткізу, заңның сапасын дұрыс көрсету. Өйткені заң шығаруда Конституцияда көрсетілген процедура оңай емес. Бірінші оқу болады, екінші оқу болады, оның бәрін, экспертизалардың бәрінен өтті ма, жоқ па. Өйткені оның бәрін ұйымдастыратын, мысалы, парламентпен, құрылтаймен үкімет болады. Оның бәрі процедурасын өтті ма, егер сапасы қалай болды, сол үшін жауапкершілік болу керек, үкімет бар. Егер де қол қоймаса, ұжым дейміз ба, коллектив? Ұжымның жауапкершілігі, ешкім жауап бермейді. Құрылтай қабылдаған дей саламыз, ал құрылтай қабылдады, ал енді осы жұмысты төрағасы қалай дұрыс жүргізді ма, процедурасын қалай өтті ма құрылтайдың дұрыс. Не болса премьер-министр ұсынды, оны алдына анализ жасады ма, сараптама жасады ма, заң қандай эффект береді, оның бәрін жұмысын жүргізіп шықты ма, әлде жай кеп орысша айтады ғой, сырой законды алып кеп бере салды ма, оның ертеңінде көп заңды кейде қабылдап, көп проблема тудыруға болады, өзіңіз білесіз, заңды жақсартамыз дейді, ол білмейді қандай эффект болады одан. Оның бәрін заң шығару немесе процедурасы өте қиын. Сол үшін жауапты қарау. Сол үшін мен ойлаймын, қол қойған, ол құрылтайдың күшін кетірмес, құрылтайдың жұмысын ұйымдастыру жақсы. Үкіметтің жұмысын дұрыстап ұйымдастыру, заң сапалы шығу үшін солар жұмыс істейді. Сол білет, жай қойы салмаймыз, ертеміз жауап береміз.
конституцияға сәйкес келе ма, қандай бұл. Сол үшін жұмысты ұйымдастыру. Ал енді ертең әрине заңды қабылдамаймын десе, құрылтай қабылдамайды. Адамдарды алаңдатып отырған тағы бір бап, ол арнайы режим деген сөз. Жаңа конституциядағы Алатау Сити сияқты қалалар туралы ғой енді әңгіме. Яғни мысалы үшін жаңа Қытай қаптауы мүмкін, өзі бұл конституциясыз ақ бізде бір Қытай десе сондай бір үрей бар ғой, жаңа көбейіп кетті деген сияқты ел ішінде. Ал енді ол конституцияға кірді, мысалы үшін осындай арнайы режимдер қауіпті деген сияқты әңгімелер де бар да. Ол бұған ешқандай емес етіне жоқ. Бізде қаржы орталығы деп Астана деген басталдық қой, енді жұмыс істеп жатыр, қанша жыл болды. Қателеспесем 15-ші жылдан 17-ші жылы конституция кіргіздік біз, особый режим может быть деп. Сосын қараңыз, міне 10 жылдан Астанамыз Қытай болып кеткен жоқ қой, жұмыс істеп жатыр. Сол сияқты мынау бір орталық емес, қаланың ішіндегі бүкіл қала мысалы, сондай қала болады. Оған қандай? Оған кейде преференция болады, оған льготалар болады, мысалы налог төлеуге льгота болады. Не үшін? Инвестициялар келу үшін. Мысалы көп жұмыс істеу үшін лицензия алу керек. Лицензия алу мүмкін қиын, бюрократия көп болуы мүмкін. Сол үшін оларға жеңілдік болады, мына келетін адамдарға инвестицияға. Сол үшін ол менің ойымша инвесторлар келсе ақша келеді, олар ол жерде тұратын тұрғындардың жағдайлары, жұмыс орны пайда болады. Ал енді осындай статус бар қалалардың өзінің заңы ертең шығады, конституциялық заңдар шығады. Сол заңда құрылтай қабылдайды оны. Оның ішінде әрі сұрақтарды шетелдік жұмыскерлер қанша процент болу керек, өзіміздің жұмыскерлердің құқықтарын қалай қорғалу керек, оның бәрін ертең құрылтай жұмыс істейді. Қосымша заңдар жазылады дейсіз ғой. Заң жазылады. Оны қаланың күшіне беріп қоймайды, сіздер өзіңіз қалай істейсіз. Солай қабылдап жатыр ғой. Қала өзін өзі билейді, өздері бөлек ереже болады. Әлем бөлек. Ереже ең нақты заңдарды құрылтай қабылдайды. Оларға құқық береді, әрине, өздеріне. Бірақ та ол құқықты оны азаматтардың өкілдері, ол маслихат, акимат, әкімшілігі, олар жұмыс жасайды. Ол халыққа жұмыс жасайды. Ешқандай ол мысалы Дубайды алсақ та, Сингапурды алсақ та, бірнеше осындай зоналары бар. Олар неме сондай жаман болып кетті ма? Ең дамыған қазір енді құдай сақтасын конфликт болып жатыр, Иран мен Дубайға да келіп. Әйтпесе сол орталықтардың ішінде болған бірнеше сол қаланың ішінде сондай орталықтар орналасты. Егер Сингапурды алсақ, ол жерде көп болды. Тайваньда да сондай көп, Гонконгта да көп. Тек қана жақсылыға келді халыққа. Ал мынандай сөздер ол мына адамдардың ойларын бұзу, тек қана мына тырнақтың астынан айту кемшілік іздеу. Конституциядағы баптардың бұрмалануы, жалған ақпараттың тарауы, ол саяси ғана мәселе ма, әлде ол біздің ұлттық қауіпсіздігімізге де қауіп бар ма? Қауіпті ма? Қауіпті әрине, өйткені оның ішінде көп адамдар мысалы ойламастан айтады, бірақ та ол қауіпті екенін сезінбейді көп. Мысалы жаңағыдай жер сатылады екен деген сияқты. Жер сатылады, бәрін сатып жібереді екен деген. Онда ешқандай біз конституцияда көрген жер, оның байлығы, қойнауы, оның бәрі адамның тек қана біздің азаматтардың байлығы, солардың меншігі деп көрсетілген. Оның атынан тек қана мемлекет әрекет жасайды, бірақ та жауапты осы халықтың астында жауап береді. Қайда кетірді, қалай кетіп жатыр. Оның бәрін көрсетілген, оны көрмейді де, тек қана қайдан анандай норманы тауып алды, сатылады деген. Ондай бір сөз жоқ мысалы, сөз жоқ. Ал енді
біреулерден сондай сөз кетеді де соған елестеп кетеді. Сол үшін әрине ол қауіпті. Ол бір жағынан жай адамдар қарағандылықтан дейміз, от темноты, невежество дейміз, білімсіздіктен болады. Кейбіреулер әдейі оны жасайды, әдейілеп. Оның ішінде енді өздеріңіз білесіздер, мына Қазақстанның жақсы болып жатқанын тілемейтін ондай ішкі мүмкін сыртқы да енді неше түрлі көрінбейтін жаулар болады. Солар осындай адамдардың арасында осындай сөз кетсін, тартыс болсын, бірдеңке болсын деген адамдар бар ғой. Соған қолдарына шенбек не істеп отыратын. Сол үшін менің ойымша оған әр адам, әр азамат өте жауапкершілікпен қарау керек. Осындай сөз болса, маманды тыңдасын, айтсын. Ал енді бірден естіп алып, тиктокқа соны салып жеріп, осылай бітті міне, жеріміз сатылды, анауымыз кетті, мына жақта Қытай қаптады, осылай деген. Соны кейде оқып отырамда, ойлаймын, адамдардың қалай сонда еліктеп сондай бір сөз айтса, не болмаса ана шетелде отырған адамдар бар ғой кезде. Кезінде осында болды, қанша ақшаны алып кетті. Енді мына жақта, сол жақтан отырып, солардың артынан біреулер еліктеп отырады. Ой, дұрыс айтып жатыр деп. Қайдан дұрыс айтып жатыр? Олардың ойлары басқа. Сол үшін менің ойымша тек қана осы ресми ақпарат, егерде дұрыс заңгер, солардан сұрап, қалай болды, айтыңыздар, тыңдасын, теледидардан болсын, басқа жерден болсын. Көп ұйымдармен біз кездесіп жатырмыз, көбі сондай ұғыныспен қарайды. Мен енді өз жеке басым күніне кейде 2-3 кездесуден өтіп жүрміз, көп жерге бардық, көп коллективтерге бардық, ұжымдарға бардық. Енді кейде осындай сұрақтар пайда болады, бірақ та көбінесе ұғыныспен қарайды. Егерде сонда айтып берсең, дұрыстап түсіндірсең, басылады. Кейбіреулер басында сондай ашумен келеді, ондай да адамдар болды. Сонан кейін түсіндіріп айтқаннан кейін ашылып, былай дұрыс айтады екенсіз деп кейде қол шапалақтап аяғында түсініп жатады. Сол сияқты осындай жұмысты әрине біз жалғастыруымыз керек, айтуымыз керек. Ермек Баяхметұлы, сізге рахмет. Осылай келіп студиямызға сұхбат бергеніңізге, уақыт бөлгеніңізге, жұмысыңызға табыс тілейміз. Сосын шаршамаңыз. Өйткені ертең мына жаңа конституциямыздың жобасы егер қабылданып, халық қолдап жатса, оны комментарий жазу керек болады. Тек қана жақсылық болсын, алдымызда елімізде тыныштық болсын. Рахмет, аға, сізге көп-көп.